біліп алсам. Өте көп психологиялық, әдеби, тағы өте көп түрлері. Жарайды, сіз нақты бір шешімге келген жоқсыз, иә. Демек, қазір бірге таңдайтын боламыз. Менің артымда витрина тұр. Мұнда ең таңдаулы кітаптар, бестселлерлер көрсетілген. Соның арасынан сізге өте жақсы, сізге ұнайтын, сіздің жанрыңызда кітапты тауып беремін. Ең алдымен аты жөніңізді айтып, өзіңізді таныстырсаңыз, иә. Рахмет. Менің есімім Мейір. Енді былай істейік.
негіз болды да қоюға. Так, бізге бонус жазып берейін ба? Егер бізден неше кітап алсаңыз, біз сізге үлкен бонустар беріп отырамыз. Жарайды. Ең алдымен аты жөніңізді толық айтсаңыз. Иін айта салсаңыз. Қандай кітаптарды алатын болғаныңызды айта салсаңыз, мен қоса салайын. Сосын сіз сразу кассаға ақшасын төлей саласыз. Так, купияны қосайын ба? Сосын мынау кітап па? Самый честный тал десем. Керемет таңдау. Оқып болғаннан кейін келіп отзыв айтып кетсеңіз керемет. Немесе біздің инстаграм парақшамызға жаза салыңыз. Ссылкасын описаниеда тастап кетемін. Әдеби кітаптардан қарадыңыз ба? Мен сізге тағы кітаптар көрген боларсыз. Өте кішкентай қалтаға немесе сумкаға салып жүретін кітаптар. Әрине. Мынау енді бізде витринада барлық ұстап көреді, бізде ұстап әбден өңі шығып кеткен. Сіз жаңасын аласыз, әрине уайымдамаңыз. Бұл бізде орысша, ағылшынша сөздік. Кішкентай ғана, бірақ ішінде 8 мың сөз бар. Одан кейін бізде мынау кішкентай ғана әңгіме. Жолда оқып шықсаңыз керемет. Ал мынау бізде орыс, неміс сөздігі. 7 мың сөз. Қараңыз қандай кішкентай, бірақ ішінде өте көп сөз бар. Тіпті кейбір кітаптардан аз кетеді. Аз. Орыс жарайды. Так, қостым. Абайдан алғандар, иә. Керемет таңдау. Балаларыңызға да оқытсаңыз болады, себебі әр абайды тану, әр қазақтың өтеді деп санаймын. Кітаптарды қостым. Кітап оқыған жақсы көресіз ба? Иә, мен де жақсы көремін кітап оқуды. Жұмыста да отырып оқи береміз. Барлығын қостым. Так.